бастаймын деп бәлеге ұрынды. Бүгін Алматы қаласында көлік ұрлау барысында қылмыскер қолға түсті. Қытайдан станок алдыртып, өз кәсібімді дөңгелету үшін ақша керек болып, осындай әрекетке бардым дейді қылмыскер. Сюжетке назар аударыңыздар. Не істеп тұрсыз? Сәлеметсіз, не? Кілтімді таппайнан ашамай жатыр мелкі. Түсіп қалған ба? Қандай машина еді негізінде? Мен осындай нәрсемен айналсам ғой, кілт ашумен. Акцент қой, акцент аша аласыз ба? Ашам. Бірақ бағасымен келісіп алайық. Так, қанша болады? 50 мың сұрап тұр. 50 мың? Елу мың шықпайды мендеш. Түсеңші. Қанша сұрап тұрсыз? 30. Ну давайте 30 мың. Маңыз. Санап алайын тұрарсыз. Такс. Да ну. Полиция. Я мен попадал с той машинами ұрлайын деп жатыр. Қытайдан станок әкеп бизнесмен болам ба деген ғой. Сол үшін бардым осы тірлікке. Қандай станок алмақшы едіңіз? Андай станок бар ғой, қолғап тігетін қолға. Сондай алам ба деген ғой. А ол станок қанша тұрады екен? Негіз Хамид Груп компаниясы 800 мың алып кеп берем деген. Да? Бірден станок емес, басында сіз бар болған 50 мың теңгемен бастасаңыз да болар еді ғой? Олай да олама не? Я, әрине. Қайда кеттіңіз? Хамид Группке жүр барасың ба? Құрметті көрермендер, сюжетте көрсетілгендей кейіпкеріміздің сұрағы бойынша Хамид Груп компаниясының директоры Еркін Хамид мырзамен сұхбаттасқан едік. Назар аударайық. 50 мың теңгеден бастап тауарымыздың сапасын және сатылымын барлығын тексеріп тестілеп алғаннан кейін барып үлкен сауда жасасаңыз болады. Өйткені 50 мың теңгемен адам бизнес бастап байып кетпейді. 50 мың теңгемен адам бизнес бастап банкрот болып кетпейді. Сондықтан ең алдымен көп ақшаның керегі жоқ, 50 мың теңгемен бастап көріңіздер. Енді көптеген адамдар осындай менде бір 10 миллион теңгем бар, 5 миллион теңгем бар деп айтып жатады. Ондай ақшаларыңызды салмаңыздар. Алдымен сол 50 мың теңгемен бастап көріңіздер. Көп ақшамен бастаудың керегі жоқ. Алдымен сол аз ақшамен бастап тестілеп, тексеріп көргеннен кейін барып үлкен ақшаға өтсеңіздер болады. Хабарымызды Қытай өндіріс жаңалықтарымен жалғастырамыз. Өздеріңізге мәлім, Қытайда машина өндірісі шарықтап келеді. Назарларыңызға Honda E автокөлігін ұсынамыз. Honda E заманауи үлгідегі электроавтокөлік. Ұзындығы 3,9 метр, ені 1,75 метр, салмағы 1,5 тонна. Алдыңғы және артқы фарлары светодиодты. Бұл көлікте айна жоқ, оның орнына камера орнатылған. Салондағы оң және сол жақтағы 6 дюймді мониторлар артқы көріністі көрсетеді. Салонда алдыңғы панель толықтай монитормен жабдықталған. Смартфонда арнайы программа арқылы машинаны басқаруға болады.
136 және 154 аттың күші бар екі түрлі моторда болады. 8 секундта 100 км жылдамдықпен жете алады. Аккумулятор сыйымдылығы 35,5 киловатт сағат. 222 км қашықтықты қамтамасыз етеді. Жылдам зарядтау станцияларында 30 минут ішінде 80% зарядталады. Үйде қарапайым 220 вольттық розетка қосылып та зарядтай беруге болады. Толық ақпарат алу үшін Хамид Групп компаниясына хабарласыңыз. Бүгінге мендегі жаңалықтар осы. Ертең жағымды жаңалықтармен жүздескенше күн жақсы болсын. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Жаңалықтарды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз.